Сәлеметсіздер, ASP.NET көремесіде сайт жасау курсымызды жалғастырамыз. Біз алдыңғы сабағымызда session туралы айтқан болатынбыз. Бұл сабағымызда ішкерлей танысатын боламыз. Біз алдыңғы сабағымызда тіркелу бетін жасадық. Бұнда телефон нөмірін жазғаннан кейін get code деп анықтау нөмірін алады. Осы барыста біз анықтау нөмірін уақытша ішкі жадыға сақтаймыз. Яғни session арқылы компьютердің ішкі жадына сақтаймыз. Сол арқылы тізімделу, яғни осы регистрді басқан кезде біз сол ішкі жадыдағы нөмірмен бірге салыстыратынбыз. Екеуі бірдей болса, онда телефон нөмірі анықтаудан өткен болады. Одан ары қарай базаға деректерді сақтай алатынбыз. Енді қазірше базаға сақтауды айтпаймыз, біз жалпы осы барысты және де жалғастырамыз. Яғни қазір қандай мәселе бар деген кезде біз бірінші мына телефон нөмірді мына value деген жерден алып тастайық. Содан кейін жалғастыралық. Енді мынараға телефон нөмірді жазалық. Содан кейін get code деген басып біз анықтау нөмірін аламыз. Анықтау нөмірін алған кезде бұл қазір белгісіз. Анықтау нөмірі алынды ма, алынбады ма белгісіз. Содан кейін егер алынған болса да мұны байқамай сайттың бетін жаңалайтын болса, жаңағы нөмір өшіп кетеді. Сондықтан сайтты осы анықтау нөмірін алғаннан кейін мынау басылмай қалу керек біріншіден. Екіншіден 60 секундтан кейін қайта алуға болу керек. Өйткені кей жағдайда бұл біздің жіберген келте хатымыз, яғни мессежіміз кейбір телефон нөмірге бармай қалады. Сондықтан қайтадан алуға мүмкіншілік беру керек. Сол жағдайларды шешу үшін біз sessionға бір объекттік сақтауымыз керек. Яғни бір объекттік сақтауымыз керек. Мына секілді емес. Қазір біз тек қана string сақтап отырмыз. Сондықтан біз бір объекттік сақтауымыз керек. Ол үшін не істейміз дегенде, бірінші мына models дегеннің ішінде бір өзіміз бір модель құрып алалық. Енді бір алдыңғы сабақтағы бір қателікті дұрыстай кетейік. Мынадағы verify code деген негізі verify code деген. Мынаны сөзді қате жазып жүрдік. Сондықтан соны дұрыстай салайық. Бұны дұрыстаудың әдісі бірінші мына home control дегенді және де біздің мынаны өшіп тасталық. Register деген осы екеуін ашып қоялық. Осы екеуін негізінен осы екеуінен өзгерсеңіз кеміз, сондықтан осы екеуін ашып қоямыз да. Содан кейін Ctrl F кнопкасын басамыз. Одан кейін мына астына мынаны басайық, мынаны басайық. Үлкен кіші парықталсын деген басамыз. Одан кейін барып мына жерде дұрысын жазайық. Verify осылай жазылады. Verify code. Мынада verify деп кеткен. Енді осының бәрін бір рет өзгертеміз. Мына жерде current document дейді. Қазіргі таңдаулы тұрған документ деп тұр. Ал енді мына жерден бассақ current project деген жалпы осы project. Ал енді мына үшін деген бұл жалпы осы мына барлығын қамтиды. Бізге олар қажет емес, бізге керегі міне all open documents дейді. Қазіргі ашық тұрған документтер осы екеуі. Осы екеуінің ішіндегі ғана өзгертеміз. Мына үлкен кіші парықталсын деген сөз. Біз қазір кіші жазылғанын ғана өзгертейік бірінші кезекте. Мынаны басамыз міне. Барлығы өзгерді. Енді тағы да үлкен жазылғандар бар. Оларды өзгерту үшін біз мына жерде мынаған үлкейтейік. Сосын мынаны да үлкейтейік. Осылай өзгерте салдық. Сондықтан барлығы бірге өзгерт деген сөз. Енді бұны маңызды емес. Енді маңыздысы біз мынараға бір модель құрамыз. Жаңа айтып өттік. Өзіміз бір модельдің ішіне сақтауымыз керек. Жаңадан бір модуль дегеніміз класс, яғни бірнеше деректерді бірге сақтауға болатын объект. Енді біз бұның ат қоялық. Бұның атын verify code model дейік. Анықтау нөмірінің бір моделі болсын. Енді бұнда бұл бір public болу керек. Содан кейін бұған не сақтаймыз деген кезде public string дерек түрінде біз
verify кодын сақтауымыз керек. Бірінші, екіншісі public, сосын string, телефон нөмірін сақтауымыз керек. Одан кейін public date time түрінде біз осы келте қат, яғни қаттың жіберілген уақытын, мессежін жіберілген уақытын сақтауымыз керек. Енді осылай құрып алдық. Енді барып біз мына home control'дың ішінде біз мынау сәтті жіберілгеннен кейін, яғни сәтті SMS жіберілгеннен кейін біз мына орынға жаңағы объектті сақтауымыз керек болады. Яғни мына жерге жазайық. Verify code model. Бұны model дей салайық, сосын new model деп, содан кейін барып осыған жазатынбыз. Бірінші verify code, одан кейін телефон нөмір, сосын уақыты деген қазіргі уақыт, date time деген системаның берген классының ішінде now деген өзінің property бар, осыны таңдасақ болды, яғни қазіргі уақыт. Біз осыны сақтауымыз керек. Енді бір мәселе, мынаны өшірейік. Өйткені біз енді телефон нөмірі мынаның ішінде бар болғандықтан біз сонымен салыстыра салсақ болған. Set string емес, бізге қазір set деген керек. Енді мен осы сабақ дайындау барысында байқаған, бұл set деген тек қана байт түрінде ғана сақтайды екен. Бірақ бұрынғы нұсқаларында, мен істеткен 2-1, 3-1 нұсқаларында бұл негізінен объект сақтайтын. Сондықтан бұл байт түрінде сақтайтын болған себепті біз бұны кеңейтуіміз керек. Немесе біз қазірше set string дейікті. Содан кейін мына орынға мынаны string түріне айналдырып сақталық. String model str деп міне. Мынаны string түріне айналдырып сақтаймыз. Оны қалай айналдырамыз дегенде, бірінші біз мынаға using system text JSON деген осы системаның берген осы аттар кеңістігін қолдануымыз керек. Одан кейін барып біз мына жерде JSON serials деген осыны таңдаймыз. Одан кейін осының біріншісі міне serials деген. Осы арқылы біз осыны string түріне айналдыра аламыз. Яғни объектті string айналдыра аламыз. Бұл JSON string айналып келген кезде осылай айналдырып біз осыны осыған сақтай аламыз. Одан кейін бұл арада сақтау басқаша. Енді оқуымыз керек. Бұны қай кезде оқимыз дегенде, мына арада оқуымыз керек. Регестрдің ішінде және мына жерде оқуымыз керек болады. Мына жерде оқуымыз керек. Енді біріншісі біз мына орынға жазалық. Регистр деген кезде онда біріншісі verify JSON model, сосын model дейік. Бұл неге тең деген кезде бұл HTTP контекст. Алдымен біз мынаны оқуымыз керек екен. String түрінде мынаны терісі model str деп string түрінде оқып алуымыз керек. Мынаны алайық. Мына жерде key, мына жердегі key. Сақтаған кездегі key. Екеуі бірдей болу керек. Осыны оқып аламыз. Бұл string түрінде, бірақ бізге керегі verify model түрінде керек бізге. Онда жаңағының керісі мына JSON serials деген. JSON serials дегеннің d-serials деген керісінше. Біз мынау d-serials деген осы string түріндегі JSON string түріндегіні объектіге айналдырады. Яғни мына классқа айналдырып береді. Класстың объектісіне. Енді бұнда біз бұған дерек түрін көрсетуіміз керек. Дерек түрі мынандай, дерек түрінде деп мына ішінде көрсетуіміз керек. Содан кейін барып біз оқи алдық деген сөз. Енді осы кезде барып жаңағы таңдау жасауларымыз керек. Model. Егер model nullға тең болса, онда бұл
verb decode ала алмады деген сөз, яғни уақыт өтіп кеткен немесе әлі анықтау нөмірін алмай тұрған сондай жағдай болуы мүмкін. Сондықтан осындай таңдаулар жасауымыз керек. Ал бұдан өтетін болса, одан кейін бар біз міне модулдағы verb decode мен жаңағы жазған клиенттің жазған verb decode екеуін салыстырамыз. Егер екеуі тең болмаса, онда тағы да өтіп кетеміз. Енді бұл арада тағы да ұқсас телефон нөмірді салыстыруымыз керек негізінде. Осы телефон нөмірі бәрі мына жерде модул телефон нөмір тең мына клиенттің жазған нөмірмен бірдей ма? Яғни егерде бірдей болмаса, бұл жерде немесені қолданымыз керек екен. Анықтау нөмірі ұқсамайтын немесе телефон нөмірі ұқсамаған кезде біз қателік ескертуін жіберуіміз керек. Егер ұқсас болса, одан кейін барып мына жерге базаға осы клиенттің ақпаратын кіргіземіз, сәтті түрде тіркеледі деген сөз. Енді бұл басқаша. Ал енді біз және де дәл осыны біз мұнараға жазуымыз керек. Мына register деген. Осыған жазып, содан кейін view data деп, егерде жерге phone деп жазалық, телефон нөмірін алдыңғы жаққа жіберіп беруіміз керек. Қалай жібереміз дегенде model phone. Енді бұл кезде мына жерде model null болып қалуы мүмкін. Өйткені бірінші рет ашқан кезде мыналар жоқ. Сондықтан бұл арада біраз таңдаулар алып баруымыз керек. Бірінші мынау nullға тең болмаған кезде деп. Мына жерде model aster. Бұл nullға тең болмау керек. Сол кезде барып біз біраз жұмыстар жасауымыз керек. Енді кей жағдайда осының өзі nullға тең болмаса да мынаны deserials болған кезде қателік шығып қалып, мынау null болып қалуы мүмкін. Енді сондайдан сақтанып, бұған да таңдау жасауымыз керек. Model nullға тең болмаса, model phone деп. Бірақ C#-тың осы ең жаңа нұсқасы 8.0 нұсқасында мұнараға сұрау белгісін қойсаңыз болды. Nullға тең болмаған кезде ғана осы phone'ды көрсетіп береді. Болмаса мынаның мәні null болады деген сөз. Осылай жазамыз. Енді осымен бірге біз уақытында есептеуіміз керек. Енді қазірше осы phone'ды алайық. Содан кейін бұны қайда апарамыз дегенде біз мына register деген жерге алып барамыз. Мұнараға тіке жаза салалық. Енді барып сайтты қозғалталық. Енді registerге кіреміз. Телефон нөмір жазайық. 8777 get code деп басамыз. Содан кейін жаңалап көрейік. Сайтты қайтадан жаңаласақ, мынау нөмір сақтап тұр. Бұл тіке біздің session'дағы сақталған нөмірді көрсетіп тұр. Енді бұл қанша уақыт сақталады дегенде, бұл қазір session'мен байланысты, session'ның сақталу уақытымен байланысты. Онда session қанша уақыт сақталады деген кезде, әдетте session'ның сақталу уақыты осы браузерда ешқандай, яғни осы сайтта қолданып отырған адам ешқандай әрекет істемеген жағдайда, сол жағдайдан бастап 20 минут ішінде сақталады. Яғни мен қазір осыны қозғамай қарап отырсам, 20 минуттан кейін жаңаласам, бұл өшіп қалады. Бірақ мен 20 минут тосып отырмайын. Бұны дәлелдеу үшін біз session'ның стартап деген ішінде теңшеуліктері бар, біз соған баралық. Мына жерде add session деген жерге біз бұған option деп біз теңшеуліктер алып бара аламыз. Өзіміздің қалағанша теңшеуліктер алып бара аламыз. Содан кейін option деп осылай мынаны жазып атысы, бұл ләмбіда жазып атысы, осының қасиеттерін өзгертуге болады. Мына жерде осы уақыт өзгерсе болғаны LE timeout дейді. Осыны өзгертік. Бұны өзгерту үшін біз time span, содан кейін from seconds, мысалы мен 20 секунд дейін болды. 20 секунд қана сақталсын. Ал енді бұда басқа да өзгертетіндер бар. Мына жерде option, cookie'дің аты бар мына жерде.
cookie деген осының атын өзгертуге болады. Содан кейін IO timeout деген мынаны қолданамыз көбінде. Мына cookie'дің атын өзгертеміз. Бұған қажет емес, біз қазір уақытын ғана өзгертейік. 20 секунд. Жаңа айттық, анау 20 секунд сақталады дедік. Немесе осы браузерді өшіргенше сақталады. Register. Содан кейін жерге телефон нөмір жазамыз. Get code деп бастық. Енді жаңалайық міне. Енді барып біз қозғалмай отырайық. Браузерді қозғалмаймыз. Қозғалсаңыз, ол уақыт қайта есептейтін болады. Содан кейін таймер деген іздеп көрейік, бар ма екен? Таймер. Уақытты көрейік. Бекер отырғанша. 20 секунд уақыт. Енді 20 секундтан асты. Енді барып біз мына жаңалайық міне. Жаңа өшіп кетті. Жалпы осы браузер қозғалмай тұрған уақытына байланысты. Егер қозғалатын болса, ол қозғалмаған уақыттан байланысты есептеп 20 секундтан кейін ішкі жадыда сақталған сешнді өшіріп тастайды. Енді бұл осы сешнда уақыт теңшеуге болатынын көрсету. Жалпы бұған тиіспей қойсаңыз да болады. Енді сайтыңызға егерде миллион адам шығатын болса, онда осындай уақытпенен талассаңыз болады. Дәл-дәл уақытын есептеп дегендей, артық еш нәрсені ішкі жадыға сақтамау керек. Осылай сонда ғана сайтыңыздың ашылуы тез, әрі қауіпсіздік жағынан да жоғары болады. Ал енді бұл бірінші кезекте істегеніміз. Енді екіншісі не істейміз дегенде, біз осы анықтау нөмірін алғаннан кейін, яғни анықтау нөмірін алу сәтті болғаннан кейін, мынаны алып тасталық. Анықтау нөмірін сәтті болғаннан кейін, егер бұл бізге кесім түріндегі қайтарады, біз өзіміз жазғамыз, дата мән қайтарады. Анықтау нөмірін алғаннан кейін статусы егерде success болса, тең. Егерде сәтті болса, онда біз не істейміз деген кезде, біз мына батырманың жаңағы басылмайтын етіп тастауымыз керек, және де оның мәнін өзгертуіміз керек. Мына жерде 60 секундтан кейін қайта алуға болады деп жазуымыз керек. Ол үшін қалай істейміз дегенде, бірінші біз осы уақыт сақтап алайық. Window resend code time дейікті. Мұны әдеттегі жағдайда бұл 60 секунд болады. Әдеттегі жағдайда. Енді бұл 60 секундтан азайып отыру керек. Біз мына батырма басылғаннан кейін бұны есептеуіміз керек. Қалай есептейміз дегенде, бірінші бір секунд сайын азайып отыру керек. Сондықтан set interval деп осындай жазуымыз керек. Function, бұл да екі тал. Бұл біз белгілеген уақыт сайын өз автоматты атқарып отырады. Яғни мына жердегі функцияны атқарып отырады. Өзіміз белгілеген, яғни 1000 десек, 1 секунд сайын, мынау 1000 тәкіт. 1000 тәкіт сайын бір рет мына функцияны атқарып отырады мына жердегі. Біз мына жердегі функцияны сыртқа алып шығасақ та болады. Яғни мына жерге алып шығайық. Function set button, send code button status деп ат жазалық. Содан кейін осы батырманы атқарып отырсын. Осы батырманы 1 секунд сайын атқарып отырсын. Бұл батырма, бұл жердегі мына функцияны 1 секунд сайын атқарып отырсын. Сәтті болған жағдайда. Ол кезде не істейді дегенде, бұл арада ол таңдау жасайды. Бірінші window resend code time деген, егер осы кезде 0-ден үлкен болса, бірден істейді. Болмаса, 0-ге тең болса, басқалай деген сөз. Онда 0-ден үлкен болған кезде не істейді дегенде, онда ол мына батырманы
сөзін өзгертеді, яғни HTML өзгерсін мынаның батырманың HTML неге өзгертеді дегенде get code, содан кейін уақытын шығарып қояйық, мына жерге жақсы ашып, сосын мынандай жазып ортасына мына қанша уақыттан кейін қайта алуға болатынын көрсету үшін осылай жазамыз. Одан кейін prop деп, мына prop деп біз осы батырманы басылмайтын етіп тастауымыз керек. Disable түсірдеміз керек. Енді бұл нөлден үлкен болған жағдайда. Ал енді бұл нөлден кіші болған жағдай кезде мынаны қажет жоқ. Get code деп қана тұру керек, мына false дей салуымыз керек. Қазір түсінбесеңіздер нақтылы басқан кезде көресіздер. Телефон нөмір жазамыз. Get code'ын бастық міне. Мен бассақ бұл қазір істемей тұр. Онда біз inspect дегенді басып, біз JavaScript'тің source деген арқылы JavaScript'ті де көре аламыз. Яғни debug жасап көре аламыз. Мені басып көреді. Бастық осы араға келді. Бір адым жүреміз, бір адым жүреміз, бір адым жүреміз. Мына жерге шейін дұрыс болды. Енді мына жерге дұрыс болмауы керек. Енді жалғастырамыз. Мынаны басып көкті бассақ жалғасады. Одан кейін міне келді. Енді барып тағы да бір адым жүреміз. Бұл арада data success, data status success. Бұл мынаған кірмей кетті қазір. Ол кірмей кетсе, онда мынаған да бармайды деген сөз мына жерде. Жалғастырамыз. Жалғастырамыз. Енді барып біз мына жерден көрейік. Бұдан келген мән success мына жерде қате жазылған екен. Жалпы біз мына арада қате жазыптық бұны. Осылай жазу керек негізінде. Енді барып ашалық. Get code. Тағы дұрыс істемей тұр, оны тағы да көрейік. Source'ға барамыз. Біз мына жерде get code'ын басамыз. Жүреміз. Жалғас жүреміз. Енді салыстырып көреміз. Енді дұрыс кепті. Бұл кезде енді барып, бұл айналып барып, мына функцияны 1 секундта бір рет атқарып отырады. Соған керек. Енді мынау уақыт 60 секунд дұрыс. HTML code, path code дегеннің HTML өзгертеді. Міне өзгертті. Содан кейін әр секунд сайын істеп тұр, бірақ бұл 60-тан өзгермей тұр, өйткені біз мына жерде өзгертуіміз керек екен. Яғни мынаны өзгертіп болғаннан кейін бұның мәні азайып отыру керек. Бұның мәні бірден азайып отыру керек. Яғни мына жерге 2 алынғанын жазуымыз керек. Енді барып көрейік. Жаңалай салсақ болғанын. Сосын get code деген бассақ, дұрыс деп тұр. 59-58 деп. Енді бұл біткеннен кейін және де басуға болады бұны. Міне енді болғаннан кейін get code деп шығады. Енді біз қайтадан бассақ, бұл енді дұрыс істемейді. Себебі бұл болғаннан кейін біз уақытын қайта 60 секундқа апаруымыз керек. Мына жерде мына уақытты қайтадан 60 секундқа теңсеуіміз керек. Сонда барып дұрыс жұмыс жасайды. Енді барып жаңалайық. Енді қайтадан алу деген басамыз. Мен қазір кесіп тастаймын уақытын. Енді болды 60 секунд. Қайта бастап кетті.
неге қайта бастап кетті деген кезде біз мына жерде set interval деп аштық та бұны тоқтататын жазбадық. Өйткені бұл бір арт жақта қозғалып тұрған, өздігінен қозғалып тұрған, әр бір секунд сайын іске асып тұрған бір үздіксіз істейтін бір функция. Енді бұның тоқтату үшін бұған алдымен бұны бір айнымалға сақтап алуымыз керек болады. Онда қалай істейміз дегенде, бірінші бұнда таңдау жасауымыз керек. Егер window дейік та, содан кейін нүкте recent code interval деп мына атты жазасылық. Содан кейін, егер осы жоқ болса, осындай айнымал жоқ болса, window деген жалпы осы windowға белгіленген айнымал, осындай айнымал жоқ болса, онда біз мына set interval сақтап аламыз. Сақтап аламыз. Содан кейін барып, біз жаңа мына жерде нөлге тең болған кезде бұны мұнарадан таңдау жасауымыз керек. Тағы да ұқсас. Егер мына жерде. Бірақ бұл кезде біз бар болса деп таңдау жасауымыз керек. Егер мына интервал бар болса, онда біз не істейміз дегенде clear деген мына JavaScript-тің өзінің clear interval деген функциясы бар. Біз осы арқылы осы үздіксіз істеп тұрған интервалдың көзін жоюымыз керек. Бұлай өшіреміз. Содан кейін барып тоқтайды. Енді бір сынап көрейік. Мынаны өшіре тұралық. Енді get code деп басамыз. Не болды? Енді дұрыс болды. Қайта бассақ, бұл қайтадан бастайды. Қайта бассақ, тағы бірдеме дұрыс емес. Барып көрейік, не дұрыс болмады. Қайта бастық, міне келді. Бірден мұнда келіпті. Егер болмаса, бар бопты. Тоғыз дейді. Негізі қате болмауға тиісті. Онда біз мына таңдап жасағанды мына жерге алып барып қоя салайық. Егер сәтті жіберілгеннен кейін мына интервал бар болса, бұны clear қылып тастап, содан кейін барып жаңадан біреу қозғалсын дейік. Бұлай салық. Яғни, егер мынау бар болса, онда жоғалтамыз. Одан кейін бұны апарып қайтадан set interval дейміз. Ал енді мына жерде де ұқсас, егер бар болса, clear interval қалады. Енді барып қайтадан жаңалап көрейік. Енді get code. Енді болды, және де басайық міне. Қайтадан дұрыс деп тұр деген сөз не. Осылай үздіксіз әр 60 секунд сайын бір рет қайтадан анықтау нөмірін алуға болады. Енді бұнда да тағы бір мәселе бар, біз көрейік не. Жаңалайық. Жаңаласақ, негізі 60 секунд болған жоқ, бұл және де мына get code деген басып ала алады. Енді біз осы мәселеден қалай сақтанамыз деген кезде, және де біз уақытын жаңа сақтап алғанбыз мына жерде.
модулдың ішіне сақтап алғанбыз. Сол арқылы уақытын есептеп шығуымыз керек. Бірінші регистр қайда жүр? Регистрға барамыз. Мына жерде. Егер модул null болмаса, онда біз не есептейміз дегенде, бірінші int жоқ double түрінде алайық. Double resend time дейік. Resend code time тең 60 деп негізі ең сырт жағына алып алдық, мынаның ең жоғары жағына алып алдық. Содан кейін біз мына жерде есептеуіміз керек. Қалай есептейміз дегенде, бірінші resend code time неге тең деген кезде біз model қазіргі уақыттан алайық. Қазіргі уақыт date time now деген қазіргі уақыттан алып тастаймыз. Осы анықтау нөмірінің жіберілген уақыты бар. Осы екеуін алып тастап, жақшаға алатын болсақ, одан кейін барып нүкте қойсақ, бұл уақыт есептеуге болады. Қазіргі уақыттан жіберілген уақытты алып тастағаннан кейін қанша секунд қалды? Total seconds. Мынау миллисекунд, немесе күн, немесе ай деген бәрін есептеуге болады. Яғни қазір бізге қажет тек қана секунд, жалпы секунд. Секунд қайналдырғандағы уақыты. Осылай есептей аламыз. Яғни жаңа осыдан 5 секунд бұрын жіберсек, бұл 5 секунд деп шығады. 10 секунд бұрын жіберсек, 10 секунд деп шығады. Енді бұдан кейін біз мына жерде ұқсас view dataға бұны сақтап алуымыз керек. Мынаны сақтап біз алдыңғы жаққа апаруымыз керек. Бұл әдеттегі жағдайда 60 секунд. Енді егер 60 секундтан асып кеткен жағдай болады. 60 секундтан асып кетсе, онда біз оны 60 дей салуымыз керек. Яғни екеуінің ара қашықтығы 60 секундтан көп болған жағдайда 60 секунд деуіміз керек. Ал енді егер 60 секундқа жетпейтін болған жағдайда не істейміз дегенде, яғни қазір жіберілгенде 5 секунд болса, онда оған 55 секундтан кейін қайталай алуыңа болады деп көрсетуіміз керек. Сондықтан біз 60-тан қазіргі мына екеуінің айырмасын алып тастауымыз керек. Яғни мына есептеп шығарылғанды алып тастауымыз керек. Одан кейін мынаны қайда апарамыз дегенде, біз бұны көшіріп, мына register дегеннің ішінде жаңа біз мына жерде бір айнымалы сақтадық. Міне resend code time деген біз мына 60-тың орнына сақтауымыз керек. Бірақ бұл кезде біз parse int деп бір int-ға айналдыралық, өйткені біздің келетін мән string түрінде. Содан кейін біз мына орынға C# кодын жазуымыз керек. Яғни мына controlдан келген resend code дегенді көрсетсек болған. Енді мынаны қайтадан қозғалтуымызға тура келді сайтты. Register, сосын телефон нөмір жазайық. Get code. Дұрыс есептеп тұр. Енді барып мынаны жаңалаймыз. Жаңаласақ, жаңалағанда біз қарайық мына жерге. Бірінші, жаңа біздің source деген ішіне қарайық. Мына уақытымыз дұрыс есептеп тұр. Негізі мынаны артынан int-ға айналдырғанда 52 болады. Жаңаласақ, уақыт дұрыс көрініп тұр. Бірақ мына set interval деген істемей тұр. Істемей тұратын себебі ол біз қайтадан соны қозғалтуымыз керек. Яғни біз мына жерге тағы да бір таңдау жасауымыз керек. Егер мына жердегі мән бұл 60-тан кішкене болып қалған болса, осы сайт түскен кезде оның мәні 60-тан кішкене болып қалса, онда біз мына сияқты біреу жүргізуіміз керек. Яғни қайтадан бір рет осы set интервалды қозғалтуымыз керек. Мына басылғанмен ұқсас. Бұл кезде уақытты мына уақыт бола береді. Еш нәрсе өзгертпейміз. Тек қана мына таңдауды қоссақ болған. Яғни осы сайт ашылған кезде біз уақытқа таңдау жасаймыз. Егер уақыт
60-тан кішкене болса, онда осыны қайтадан қозғалтамыз. Енді барып біз мынаны жаңартайық. Міне. Қайтадан телефон нөмірін алайық. Міне. Кодты алдық. Енді жаңалайық. Міне. Жаңаласақ та қайтадан өзі есептеліп кетеді. 51 секунд. Пасы өзгертпей өзгеріп кетеді. Енді осылай біз сешшнға объект сақтау арқылы көптеген жұмыстар істейміз. Сайт жасау барысында осындай, бұл енді біреу ғана, басқалай жағдайларда да осы көп істеледі. Енді және де бұл арада бір реттеуге тиісті нәрсе, біз мына жерде мынаны қайта-қайта істеп жатырмыз. Мына жерде сақтаған кезде де қайтадан сақтайтын болса, осыны қайта істетеміз. Ал енді оқитын болсақ, және де осы стримға айналдырып қайтадан моделға айналдырамыз. Енді бұл артық басқыштар. Негізі осының өзін реттеп алуға болады. Оны да айта кетейін. Ол үшін біз мына жерге helpers деген бір файл қалтасын құралық. Helpers. Содан кейін осының ішіне бір көмекші класс құралық. Класс. Көмекші класс, оның атын біз session extensions дейік. Осы sessionға қосымша көмекші ретінде. Енді бұған не жазамыз дегенде, бұл классты біз статик қылып алалық. Өйткені біз sessionға осындай және де бір қосымша бір нәрсе қоспақшымыз. Сосын бұның ішінде статик класс бар, өйткені осының атын жазғаннан кейін нүктені қойса болған. Содан кейін static класс set. Не set қылайық дейік. Мына жерде set деген бір. Бұл void түрінде мәнін қайтаратын мәні. Содан кейін set дейік та, содан кейін бұған біз мына жерге this I session дейік. Session, сосын мынаны аттар кеңістігін қосамыз. Содан кейін бұл session. Одан кейін мына жерге жаңағы модульді жіберсін бізге. Модульді жіберу үшін жаңағы мына модульдің атын көшіріп әкелсайын. Жазғаннан еріндім. Бірінші key келу керек екен. String key. Одан екіншісі бар. Мына модуль келу керек. Модуль. Сосын бар біз осыны сақтауымыз керек. Модуль келген соң модулында аттар кеңістігін қосамыз. Одан кейінгісі мына жердегіме ұқсас. Сақтаған кезде осыны алып келсек болғанын. Осылай сақтай саламыз. Ал енді мына модуль, мына JSON serials дегенге бұны аттар кеңістігін қосамыз. Содан кейін мына жердегі session дегеніміз мына session. Енді мына жерде не үшін мен this жаздым дегенде, мен осы sessionға тіке қосып жібердім осыны. Осы әдісті қосып жібердім. Сонда бар мына дұрыс дейді. Ал енді get дегенде де ұқсас. Get public static. Сосын бұның қайтаратын мәні мына модуль түрінде. Одан кейін get. Содан кейін және де ұқсас. Мына this session мен key бірге керек. Одан кейін бар біз мына жерде мынаны алып келуіміз керек. Мына get оққан кезде. Содан кейін мынаны тіке return дей салсақ болған. Return. Сосын мына жерде session. Мына session болады. Осылай жазсақ болды. Сосын мына аттар кеңістігін ала кетеміз әзір. Керек болады бізге. Сосын мына жерге using деп жазалық. Using осы аттар кеңістігін алып керек. Енді барамызда жаңа register мына жерде бір қора таңдаулар жасадық. Сонда не істейміз еді, өзі мына жерге жазасақ болған.
Бірінші http context session, содан кейін жерде get деген бар. Get дегенде жазасақ болған. Get екі түрлі ұқсас аттар екеу бар. Бізге керегі мына екіншісі. Get. Қазір мынау бізге байт түріндегісін көрсетіп тұр. Енді мынаны қалай шешеміз деген кезде негізі біз былай жазсақ болмайды екен. Былай жазсақ болады екен. Бірінші біз мына орынға t деп жазалық. T деп жазалық. Өйткені әртүрлі дерек түрі болуы мүмкін. Кейін басқа да модельдерді сақтауымыз мүмкін. Сондықтан t деп жазалық. Ал енді мына t қайдан келеді дегенде біз өзіміз осы әдісті пайдалану барысында өзіміз береміз дедік. Біз мына әдісті пайдалану барысында мына жерден беретін t, яғни темплейт. Мынада да ұқсас, ең артында бір темплейт қайтарады. Бұл мына жерде t. Содан кейін бұл қашан береміз дегенде бұны мына кезде береміз. Мына getті пайдаланған кезде келетін модуль. Мына жерде осы кезде белгілейміз. Енді бұны жазбағаннан кейін енді барып мынаған. Бұл кезде get енді мына жерге verb модуль түрінде. Сосын модуль істедім. Ал енді мына жерде және де ұқсас. Мынаған да ұқсас міне. Модул істер емес, мынау негізі verb кодын тіке береді екенбіз дұрыс. Мына жерге кей керек болған. Ctrl-C. Мына регистрді өзгертейік. Жаңаға регистр қайда кетті. Регистр мына жерге жазалық міне. Модул дегенді. Содан кейінгісін осылай жазсақ болған. Енді бұнда model verb code міне. Егер болса фон аламыз, егер болмаса мына жерде model send time дейді. Model send time. Енді мына жерде таңдау жасағанымыз дұрыс екен. Егерде model налға тең болмаса жақшы ашып осыны алып кірісте сылайық осының ішіне. Сонда тыныш боламыз. Алпысқа тең немесе үлкен болса. Бірінші модельді оқып аламыз. Егер бар болса фон нөмір шығарамыз. Ал енді одан кейін егер модел налға тең болмаса біз мына есептеуді істесек болады. Ал налға тең болса, онда қажет жоқ деген сөз. Мынаны есептеуіміздің қажет жоқ. Яғни сешінда сақталмаған деген сөз. Осылай біз ыңғайлаймыз, бірақ мына жерде және де ұқсас. Мынаны да өзгертейік. Set дей саламыз мына жерде. Содан кейін бұл setке біз мына модельді береміз. Осындай директор екенін білдіреміз. Одан кейін барып біз мына орынға тіке мынаны неулы қылып сақтай салсақ болған осы объектікті. Сонда мына басқыштар жоқ болды деген сөзіне. Яғни тіке объектіктерді. Тағы басқалай болса басқа модельді сақтауға бола береді. Сешінға осылай өзіміз бір көмекші жазып алуымызға болады. Бұл көмекші жазудың әдісі бұл статик түрінде болу керек. Бұл класс, бұның аты не болғаны маңызды емес. Бірақ біз көбінде атына зат сайып жазамыз. Сешіннің қосымшасы болса, біз сешіннің қосымшасы дейік. Одан кейін set, мына режада t арқылы неғып белгіледі деген кезде біз әртүрлі модельдерді сақтауымыз мүмкін. Сондықтан біз осылай белгілей кеткен дұрыс. Ал енді мына арадағы this деп жазылуы біз осы системаның ішіне қоспақшымыз. Яғни системадағы session дегеннің ішіне осы әдісті қосып жібердік. Осылай this деп арқылы қосамыз. Егер біз this string деп жазсақ, біз stringға қоса аламыз осындай.
string дегеннің ішіне осы әдісті қоса аламыз. Ал енді біз қазір iSession деп sessionға қосып отырмыз. Сол секілді. Енді біз көрек. Register. Енді мына жерде қателік шығып тұр қазір. Себебі мына жерде мына null болуға болмайды. Мына model-s-те null болуға болмайды. Сондықтан бір таңдау жасау кету керек. Бірінші, егерде осы жерде model-s-тер nullға тең болса, онда біз default-ын қайтара салалық. Егер болса default, болмаса null бола берсін. Ал ол болмаса барып null. Осылай істесін. Register. Телефон нөмірі жазалық. Get code. Енді жаңалайық міне. Енді мынандай жыбықтатпайым десеңіз, оның да әдісі бар. Оның әдісі жаңа register деген жерде мына батырманы былай істеуге болады. Бірінші мына get code'ның артында қанша деген цифр шығу керек екенін білу үшін біз былай істейміз. Осы араға at белгісін жазамыз. Жақшашайық. Бірінші біз мынаны онда алып алайық. Мына register time дегенді мына жаққа алып алайық, ең жоғары жағына. Мына жерге бір C# кодын жазып C# кодын жазайық та мына жерге int тең мына жерге int try parse дейтін try parse. Содан кейін мынау бар болса егер осыдан сәтті болатын болса, болмаса тіке осыны бұлай parse деп өзгерте салайық болды. Мынау null болатын болса, онда біз 60 деп жаза салайық. int parse немесе мына жерге convert to int 32. Біз осыны int түрін өзгертеміз. Енді мына жерде мынау null болса, мынаның мәні 60 дей салдық. Null болмаған жағдайда мына жаңағы int parse деген ол тек қана string түріндегіні түрлендіре алады. Ал енді мына int to int 32 деген бұл объектив түріндегі өзгерте алады. Сондықтан ол мынаны тіке int түріне түрлендіре алады. Ал енді біз мынаның атында осымен ұқсас сақтайық. Енді барып мына жерге мынаны жаза салайық. Енді осыншама артық жұмыс жасаудағы себеп біз мына жерге таңдау жасай алуымыз үшін. Мына жерге егер мынау 60-тан кішкене болса, онда сұрау белгі біз жақша ашып осыны уақытын шығара салуымыз керек. Мына жерге мынаны жазып уақыт шығара салуымыз керек. Егер 60-тан үлкен болса, онда бос бола берсін. Мына жерде code дегеннің артына. Ал енді және де бұл disabled бола ма, болмай ма деген мынаны жазуымыз керек. Disabled болу үшін онда және де ұқсас add және де осы таңдау. Және де осы таңдау жасаймыз. Егерде 60-тан кішкене болса, онда біз оны батырманы басылмайтын тастауымыз керек. Disabled. Осыны осы орынға шығарып берсек болған. Ал енді болса, бос қала берсе болған. Енді мынаны сақтайық міне. Жаңа мынау жыпықтады ғой, соны жоғалту үшін біз осындай жұмыстар жасадық. Енді мына get кодын басамыз. Енді жаңалаймыз не. Мүлдем мынау жыпықтамайды. Жаңа жыпықтаудағы себеп біздің жазған мына жердегі JavaScript'imiz осы сайт әптен ашылып болғаннан кейін істейді. Мына жердегі бұл сет интервалы оның үстінде 1 секунд кешігісте келіп тұр мына жерде. Сондықтан мына жерде батырма жыпық етіп барып, одан кейін көрініп тұрды. Сондықтан
Біз C# пен де қоса жазып жібердік, мына мүлдем басылмайды. Мүлдем міне. Қанша жаңаласаңыз да ешқандай белгі жоқ деген сөз.